Баршаңызға сәлем, есімім Алуа, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді ірімшіктен жасалған тоқаш дайындайтын боламыз. Егер де тәтті тағам жегіңіз келіп не істеріңізді білмей отырсаңыз, осы тоқашты жасап көріңіз. Ыдысқа 250 грамм жылы сүт құямын. Сүтке қасықтың ұшымен тұзымызды саламыз. Және де 2 ас қасық қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де тоқашыңыз тәтті болған қаласаңыз, қантын көбірек салуға болады. Ары қарай 1 жұмыртқа жарып саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Және де ас қасықпен толтырмай, ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұн қосамыз. 450-480 грамм. Және жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін 2 ас қасық сұйық май құямыз. Және де майды сіңдіріп, ары қарай жақсылап илейміз. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып жылы жерге көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз өте жақсы көтерілді. Енді жақсылап тағы да илеп аламыз. Және де дайын болған қамырды бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектелген қамырымызды 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Салмасын дайындап алғанша жақсы көтеріліп тұрады. Енді салмасын дайындауға кірісейік. 400 грамм ірімшікке 2 ас қасық қант қосамыз. Қалауларыңыз бойынша ванильді қант, крахмал қосуға болады. Жұмыртқамызды жарып саламыз, және де жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындаймыз. Ары қарай көтеріліп тұрған қамырымыздың ішін стаканмен басып шығамыз. Дайын болған қамырға салмасын салып шығамыз. Мінекей достар, осындай әдемі ірімшікке толған тоқашымыз дайын болды. Дайын болған тоқашымыздың бетін жұмыртқаның сарысымен майлап шығамыз. Және де қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, біздің тоқашымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаған болса, жүрекше басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.